Күзде ғана емес, ызғарлы қыста да бейнеңіздің ажырамас бөлігі болатын сәнді әрі жылы қолғаптың қыздарға арналған түрі әдетте әдемі безендіреді. Стильді құп көретін сәнді сұлулар үшін қолғаптың бүгінде түр-түрі шыққан. Біз осы орайда қолғап таңдауда қажетті, пайдалы кеңестермен келіп отырған бағдарламамыздың тұрақты дизайнері Гәкку Күзембаеваны шақырғым келіп отыр. Сәнді қолғап тігіп үйренем деушілер экран алдына жайғасыңыздар. Еліңіз. Ой, Гәккужан, қалай жаным? Жақсамын, сен өзіңіз қалайсыз? Қандай әдемі? Рахмет. Сен өзіңнің жасап алғаның ба әлде? Бұл біздің қазақстандық дизайнер Фариза Сұлтанның клипі. Бұл яғни қыста киетін сондай арнайы кеңселердің ішінде киіп жүретін. Я, кеңселерде, мысалы күзде сыртқы қолыңызды көтеріп көріңізші. Мұнан былай, мынандай осындай әдемі қолдары бар. Біз осындай есіңізде болса, өткенде пончо деп айтып жатады ғой. Пончо кейіп. Меруерт деген тігінші әпкеміз осындайды тігуді үйреткен болатын, бірақ біз жұқа түрін көрсеткен болатынбыз. Бұл яғни қыста киетін, иә? Я, қыста киетін, кашемир. Жазда суық ауа райы болса, жазда да киюге болады. Қазір күн жылы ғой. Сондықтан осындай пончоларды киіп жүруге болады. Ол өткенде біздің бағдарламада көрсеткенбіз. YouTube-тан да көріп алсаңыз болады. Гәкку, енді Гәккуды айтып жатырмын, біздің тұрақты, біздің қонағымыз деп. Өткенде біз білезік жасадық, оның алдында сырға жасауды көрсеткен болатынбыз қыздарымызға. Енді бүгін сәнді қолғапты қалай сәндеп аламыз? Жалпы мен бүгін қызыл түсті бекер киген жоқпын. Жалпы клетка дейді ғой, қызыл түс, жаңа жылдан түсі, алып келген қолбағымда түсі қызыл. Оның қыздың көзі қызылда деп айтып жатады. Қыздар қызыл түсті жақсы көреді көбінесе. Мені қарап тұрсаңыз, мына жерде дайын жұмыс. Бұлар хрусталь, Сваровский деп атап жатады. Оптикалық хрустальдан жасалынған. Бұлай киіп көрсеңіз болады, өте әдемі, сәнді. Қалай күшті. Осындай кез келген қолбақты тура осындай қылып жасауға болады. Ол үшін шынымен де қолғапты бір жай өзін киіп алсаңыз, мынаны қараңызшы, мен мына қызылды қазір киіп көрейін. Құрметті көрермендер, міне өздеріңіз көріңіздер. Біз дүкеннен осын сатып аламыз. Жай бүйтіп өзін киіп жүрген кезде бір қызық емес сияқты. Тек қана жылы. Жай жылылықты ғана береді. Енді жылы және сұлу болып тұрса, ол одан сайын тамаша болмай ма? Айтпаңыз. Сұлуы да бар және жылуы да бар. Сондықтан қазір біз бұны мынандай қарапайым қызыл қолғапқа сұлулықты беретін боламыз. Оны жасау бізге өте адамдардың жалпы бүйтіп мынауметек қар лақтырмай бүйтіп жүруіңе болады. Бүйтіп киіп алып осылайдан. Бұны жақсы тіксе, қарда ойнауға болады. Жалпы жасамай түспейді. Ол үшін бізге ең алдымен кейбір дизайнерлер жай ғана тіге салады. Менің методым жалпы басқа. Айтар кеңесіңіз? Кеңесім басқа. Жалпы тас жақсы отыру үшін біріншіден біз пистолетный клей деп атап жатамыз ғой, осындай. Өте ыңғайлы. Бұл жаттап алған бағасы 700 теңге тұрады. Бұл желім 100 теңге тұрады, дүкендерде сатылады. Көлеміне байланысты. Мынау пистолетный клейдің өзінің размері болады. Өлшемі ол әртүрлі, соған да бағасы байланысты болып жатады. Ең алдымен бізге жалпы мына жерде байқасаңыз, ең ортасына үлкен немесе кіші көз. Көзді. Көз тимесін деп көз жабыстырып аламыз. Сонда бір қолғабымызды көрсетеміз да былайынан. Мынау тас ұнайды. Ең алдымен біреуін жасап көрейік, өйткені бұл қолдың жұмысы ғой, ұзақ уақыт алады. Мен де екіншісіне кірсейін ба? Әкеліңіз. Давайте. Сіз мына жаққа өтіңіз. Мына жерге отырмын. Ең алдымен дәл ортасына. Мына жағына ма? Осы жері. Басқа терші. Яғни міне осындай желімді дүкендерден сатып аласыздар. Пистолеттік осынайынан. Көп салмақ қойыңыз, себебі қазір жіптен тігеміз үстінен. Сосын, мысалы, қандай тас ұнайды, сол тастармен бұлдай тастарды фурнитура дүкендерінде бар ма? Қанша тұрады шамамен енді бір бағалары? Мен алдыңғы бағдарламада да айттым ғой, барлығы сапасына байланысты. Сапасына. Мысалы, Сваровский тасы, ол австриялық тастар, мысалы, олар өте қымбат. Олар максималды сол австриялық тастарға ұқсайды, оптикалық хрустальдан жасалынған. Мынау, мысалы, ең үлкен тасы 800-700 теңге. Бұл, бірақ бұның пластигі болады, пластигі 50-100 теңге тұру мүмкін әртүрлі. Жалпы және жасайтын мемлекетке де байланысты. Мысалы, кәрістің тастары өте жақсы болады. Кәріс мемлекетінің тастары. Тамаша. Мен енді Инстаграм парақшаңыздан көрдім.
осы жақында сіз мынау аяққа киетін байпақтар деп атады ғой, угилар. Сіз угиларда қазір сәндей бастапсыз. Келесі бағдарламада біз оны көрсететін боламыз. Енді тамаша. Мен өзім көріп, шын тапсырыс берем сізге, міндетті түрде. Барам, әні барам, міні барам деп жұмыстан шыға алмай жатырмын. Осы демалыста уақытым болып жатса, сіздің дүкенге қарай, қуанышты боламыз. дүкенге қарай барып, оны суретке түсіп, әлеуметтік желіге салып, тапсырыс беретін боламын. Мен уәде берем. Өйткені өте жақсы шыққан, енді оны келесі бағдарламада көрсетеміз. Қазір қолғапты сәндеп жатырмыз. Мына ақырындап осындай форма шығып жатыр. Салай беріңіз. Енді сізге қарап жасап жатырмын, өйткені сіз бірінші болып мынау тасты жасағаннан кейін, жалпы формасы маған ұнайды. Қазір. Менікі бір көз, мұрын сияқты болып шығып жатыр. Жоқ, қазір ақырындап өсіреміз. Қараңыздар, шынымен де үйде осылайнан өз қолдарыңызбен жасап, тігіп, фантазияңызға осылай шектеу қоймай, барлығын өз қолыңызбен жасап алсаңыз болады, және ол сәнді көрінеді. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай. Сіз жасай беріңіз, осы ретте мен ақпарат айта өтейін. Классикалық қолғап таңдағанда, оның күдері немесе табиғи былғардан тігілгеніне мән беруіміз керек. Бұл қолғап жылы әрі тоқылған қолғапқа қарағанда су өткізбейді. Ал трикотажды қолғап өте жұмсақ, жылы болғанымен ылғалға төтеп бере алмайды. Былғары қолғапқа қарағанда бағасы да арзандау келеді. Бұл қолғапты басқа да қолғаптар сияқты бас киім мен шарфтың түсіне қарап таңдаған жөн. Сондай-ақ саусағы ашық тоқылған қолғаптың білегі ұзын да, қысқа да түрлері бар. Өте стильді аксессуар жастарға арналған. Шынымен де, ой, міне біздің қолғабымыз шығып жатыр. Осындай қолғаптың менде ақ түрі бар. Ақ куртка, жейде, сондай ақ малақайға арнап алынған болатын. Шаңғы тепкен кезде, сондай Шымбұлаққа барып, Алматыға барып, осай қыдырған кезде енді әдемі болғанда дұрыс сияқты деп ойлаймын. Бір-біріне түстері сәйкес келген қалап отырамыз қыз балалар. Сонда жай қолғап емес, оның үстіне осындай тастармен көмкеріп алсаңыз, тамаша әдемі болып көрінеді. Бұны жабыстырып болдық. Енді келесі және қыздар осындай жасап алса, бұны қайдан алдың? Қанша теңгеге алдың? Бұны қалай жасап алдың деп бір-бірімізден сұрап жатамыз ғой. Көзге міндетті түрде түседі, өйткені өзіңіз көрдіңіз, қайта-қайта жарт-жұрт етіп жарқырап тұрады. Келесі мынау тасымыз енді мықты тұру үшін осындай жіптен жасалынған жіптен тігіп шығамыз. Бұл осындай кішкентай бисер арқылы, мысалы мына жерде байқап тұрсаңыз, былай шығарып емес, мынау кішкентай бисерді кіргізіп, жіпті көрінбейтіндей болып тігуге болады. Яғни, міне қараңыздар, қызық. Мен өзім енді сізден үйреніп аламын қазір. Гәкку, оны да өзім тігіп көруге тырысам. Міне, мынау тастарды көріп отырсыздар ма? Қазір мен, міне, мынау ортасында кішкентай ғана осындай арнайы бір тесігі бар. Кішкентай ғана тесігі бар екен, оны қазір... Мына жерден көрсетсеңіз түсінікті болады. Мысалы, мынаны былай тіккен орнына, былай жіп көрініп тұрса, кейбіреулеріне ұнайтын шығар, білмеймін, бірақ көбісі сөйтіп тігетін, бірақ маған ол ұнамайды, себебі жіп көрінбеу керек. Мысалы, көрінбей, мынандай кішкентай қызыл түсті қолбақ болғаннан кейін қызыл бисерді алып келіп тұрмын. Осындай моншақты да тігіп қоюға болады? Мына жерде былай өткізген кезінде, ой, міне, біздің моншағымыз. Кіргіземіз. Қайтадан тігеміз оны? Сонда жібіміз де көрінбейді. Өте әдемі болып. Әрі тіпті мына бисер моншағымыз. Көрдіңіз ба? Жіпті шығарып жібермейді. Міне көрдіңіздер ме? Кішкентай ғана көрініп тұр. Біздің Гәкку ханым тігіп жатыр. Мынандай болып шеттері көрінбейді. Сонда әдемі болып тұру үшін міне бисермен осындай моншақпен сәл ғана жауып қойсаңыздар жақсы көрінеді екен. Тағы бір қолықты айта кетейін. Мысалы, қолбақты кіргізіп тігу өте қиын болғандықтан мен жалпы өзім осындай бір методты тауып алдым. Қандай ол тәсіл? Кез келген мысалы осындай пластиктан жасалған бөтелкені кіргіземіз де. Бұлай кіргізген кезде жалпы қолбақ кашемир өте сондай не ғой, тартылады, эластичный, да? И бұлай өткізген кезімізде астындағы
астындағы кашемирді алып кетпейсің. Мысалы, басында кішкене бір қиындықтар болған, әдемілеп қойып тұп қойғаннан кейін бүйтіп кіргізсең, кәдімгі жіптер тұрып қалады. Бір-біріне жабысып қалады, өйткені кашемир деген ана жіп, сол кашемирді тартып алып кетеді ғой. Сол тартып алып кетпес үшін, қосып алып кетпес үшін, мынандай ортасына жаңағыдай осындай қорапшаны, осындай бір ыдысты ішіне қойып қоюға болады екен. Жақсы әдіс. Біліп жүретін боламыз. Біз тікелей эфирдеміз, біздің көрермендеріміз хабарласуға болады. Тамаша, хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Аға, саламатсыз ба? Сіз теледидардың даусын сәл басасыз ба? Аға, саламатсыз ба? Қалайсыз апай? Сұрағыңыз бар ма? Кеңесіңіз бар ма? Бар. Сіз ашылға осы бірге таңдаймызды күнде көрем, қызыммен бірге. Тыңдап тұрсыз ба? Сізді тыңдап тұрмын, мұқият тыңдап тұрмын. Рахмет, сіздің осындай бірге таңдаймыз бағдарламаңызды ашқаныңыз үшін. Көп рахмет. Үйдегі қызымен көріп жатады екен. Сізде міндетті түрде осындай кішкентай қызыңызға қолғапты, әдемі, сәндеп тігіп берсеңіз болады. Қазір кезде, мысалы, көптеген клиенттер солай келеді, дочки, мама дейді ғой, қызына және кішкентай... Анасы мен қызы бірдей болып киінгенді. Өте қазір кезде трендте. Сәнге айналған. Ол тек қана, мес айтып жатыр ғой, әйелі мен күйеуі де тойға барған кезде бірдей болып киінгенді қалап жатады. Бір стильде, бір түсте, келіншегі көк түсті көйлек кисе, ер азаматы галстугы көк болу керек деген сияқты. Кішкентай балалары көк түсті, жейделері, көйлектері көк түсті, барлығы бірдей болған, сонда бір отбасы келе жатқан көрініп тұратын сияқты. Сондай бір кішкентай бір шағын мемлекет, мыналар көк түсті мемлекет келе жатқаны көрініп тұрады. Енді ол әркімнің қалауы, сондықтан сіздер осындай қылып жасап алсаңыздар болады. Бұл уақыт болғанда осындай кішкентай бисерлар, әртүрлі тастар тігуге болады жан-жағына. Енді тікелей эфир болғаннан кейін тез-тез тіктік. Жалпы былай өзіңіз көріп тұрғандай. Тағы да бір шолып айтып өтейік, Гәкку. Өзің айтасың ба? Бірінші қалай жасау керек екен, қанша бағаға сатып алу керек екен, қысқа ғана айтып өтсеңіз? Жалпы мынау хрустальдік оптикадан жасалынған тастар, бұлардың бағасы әртүрлі. Пластикті 100 теңге, 200 теңгеден сатып алуға болады. Мынау тастарды 700-700-ден жоғары. Бұл барлығы сапасына байланысты болады. Кішкентай бисерлер қанша теңге тұрады? Бисердан арзан нәрсе болмайтын шығар фурнитураның арасында. Бисер өте арзан, мысалы мынауын пакетик, кішкентай ғана пакетик 30 немесе 50 теңге тұруы мүмкін. Бар болғаны ма? Бисер ең сондай арзан фурнитуралардың бірі ғой. Сосын осындай тастарды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай, дизайнына қарай жасауға болады. Ең бірінші желімге отырғызамыз, сол пистолетный клей. Сосын ақырындап жіппен, мысалы, кейбіреулер лескамен тігіп жатады. Мен лесканы өзім ұнатпаймын, себебі леска үзіліп кетеді. Ал жібектен жасалынған жіп өте мықты, және бұны үзу мүмкін емес. Бұлай тартып көрсеңіз, қазір үзу мүмкін емес, қол кесіп алуға болады. Басқаша айтқан кезде, мынау тастарымыз түспейді, солай ғой? Түспейді. Міне, өздеріңіз көріп тұрғанда шынымен де жіп. Біздің жібіміз ұшып кетті. Хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Жіп деп, жіптің артынан жүгіріп кетіп қалған ба? Тыңдап тұрмыз? Алло, сәлематсыз ба? Саламатсыздар ма, қыздар? Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз сізді? Сіздің бағдарламаларыңызға рахмет айтайын деп едім ғой мен. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Мен деген Батыс Қазақстан облысы, Шыңғыл ауданы Тасмол ауылына хабарласып тұрмын. Біздің бағдарламаны көп көріп тұрасыз ба? Кеңестеріңізбен бөлсеңіз бе мүмкін? Сіз, бағдарламаларыңыз өте бір өзімізге ыңғайлы уақытта қойылған. Ас пісіріп жүргенде де асханада қойып алып, телевизорымыз қарай береміз. Мынандай қолғапты сізде бар ма? Өзіңіз енді осыдан кейін жасайсыз ба? Қолғаптарымыз әрине, әртүрлі заттарды үйренеміз. Тігіп атқандарыңызға көп рахмет.
Иә, сізге көп рахмет. Мынау Батыс Қазақстан облысына хабарласып жатқан көрерменімізге де алғысымыз шексіз. Бізге көрсетіп үйреткен Гакун. Сізге үлкен рахмет.